Бұл жылтыр бастың үйі. Жылтыр бастың басы өте жылтырлап біткен. Ой, мен жылтыр басым жылтырап отыр, ой. Дәл қыз далаға шығып, табиғатпен анданып, табиғаттың рахатын көріп, таза ауа жұтып алайын, ой. А то күні бойы ұйықтап, закалебалым шығып кетті, мана. Кет кроваттан тұрып ал, далаға шығып, нормально ауа жұтып, рахаттанайын. Не деген кайф оны далада отқан, базар жоқ, андай кайф сезген. Мынау не тағы, ненің даусын ашып жатқан? Чё-то құлағым ызыңдап жатыр, мынау чё-то мен жының беретін, мәшін керек па, ана қазір көтіне швабр тығып алам, осыдан ұстап алсам ешек, біле. Швабры тығып алам да, көтіне сыймайтын болса да ешек. Ешек, мал екенсің, таза сен таза бар ғой. Ұстап алсам, осыдан көтіне швабраны тығып қинап жүрем. Көтінді айрам мен сені, білесің бі? Осыдан сен де ұстап алсам, көтіне швабры тығып алам, ешек, біле. Малына. Бергелік анына көтіне швабры тағам, сосын сен ыңқылдап жатасың. Ешек қайқа етіп қалдың, бергеше, братишка, көтіне. Көтін. Бергел, мұнда кел көтіне швабры тағам. Мәшін, букс, бам, түкін. Хуя, не хуя, бля. Айбай, көтім. Тағы тығайын ба көтіне, неяқта не отыр, не шу отыр ғой, бұтшыш болып отыр неяқта. Сен кімсің, неяқып тұрсың? Неяқ оған күліп жатсың, сен аурасың ба жәмәлі? Көмектесудің бәләйін. Сен чөтші маса ұқсайсың, пародан маса емес па шынымен негізі? Айтшы соны. Мен айтпашым ба, сен маса деп? Сен, конечно. Маса болсаң, көтіне швабры тығып алам, сен көтіне сиятын сияқты швабры. Не хуя. Мәшін керек па? Көтіне швабры тықпадым, бірақ нормально осы да болады, негізше швабры тықпаған болсамды. Ешек. Көмектешші ма, өтініш. Привет, сәлем, қалайсың, амансың ба? Тұрғаны көмектесейін мен саған. Қалай, амансың ба? Мен атым Сайтама болады, короче, мен жылтыр бас деп атайды бәрі. Ал сен кімсің? Мен Генуспын, короче, атым Генус болады, мен деген механикалық немесе киборг адаммын негізі. Жарайды, молодец, мен кеттім, мұнда үйіме тамақ істейін. Сенсей, көмектешші маған, мен сенсейім болшы, өтініш сенсейім болшы. Егер де осыны келесі бөлім күтсеңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.